Қоғамның қазіргі таңда әкелердің рөлі қандай екенін білдіре отырып, әкелердің қазіргі таңдағы жұмыс жасап жатқаны, олардың әл-ауқат деңгейі, тәрбие беруде олардың алатын орны ерекше екенін сипаттап өтті. Бүгінгі жастардың ер азаматқа деген құрметін арттырып, оқушы ұл балаларды мектеп қабырғасынан бастап, үлгілі әке болуға шақырған шара барысында Тұран мектеп гимназиясының директоры Гүлсара Мырзаханқызы шәкірттерді үнемі ата-ананың тілін алуға үгіттеп отыратынын жеткізді. Алдыма келген балалардың барлығына осылай айтамын. Сіз ата-анаңызды сатпаңыз, сатқын болмаңыз. Ата-ананың сізге берген өмірі, сізге берген тәрбиесі, сізді жан-жақты қамтамасыз етіп отырғанның өзі сізге үлкен жүк дейді. Сол жүкті жақсылап арқалап, білімдеріңізбен қатар рухани дамыған, саналы, ертең өзінің отбасын жақсы деңгейде ұстай алатын қыздар мен жігіттер тәрбиелеп шығаруымыз керек деген алдымызға мақсат қойғанбыз. Аудандық аналар кеңесінің жылдық жоспарына сай ұйымдастырылған тағылымдық мәні зор сөз бәсекесінде басқосу қатысушылар арасында сауалнама жүргізіліп, бұрынғы әкелер мен бүгінгі әкелердің айырмасы туралы пікірлері тыңдалды. Әкең келе жатыр, әкең айтам деп ұл қызын тәртіпке шақырып, осылай әкенің отбасындағы беделін көтеріп, отағасының бір ауыз сөзін шығындатпай, перзенттерін тезге салған бұрынғының аналары қандай еді. Қазіргінің жастары осындай тамаша тәлім-тәрбиені назарда ұстап, жанұяда үнемі әкенің жоқтығын беттетіп отырса, әке тұрып ұл сөйлеген ұрпақтарды көрмес едік. Бүгінгі жиынның түйіні